Жаз. Не деп жазам? Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер бұл мәселе осымен бітеді, екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамай, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Кім тентек, қожа тентек, кім бұзық, қожа бұзық. Бірақ тентек болса да оқуда озат, досқа адал, өзгелерден өзгеше болып көрінетін қожа бергеннің қызықты хикаясы бәрімізге мәлім. Қазақтың біртуар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың жазған «Менің атым қожа» повесі қазақ балалар әдебиетінің озық туындысы. 1957 жылы жазылған шығарма орыс, украин, француз, тағы да басқа тілдерге аударылып, оқырманның ықыласына бөленді. 1963 жылы Қазақ фильм студиясы кітап желісі бойынша «Менің атым қожа» фильмін көрермендерге ұсынды. Күллі қазақ сүйіп оқитын кітап пен көрсең де жалықпайтын фильмнің балаларға рухани азық, тәрбие бастауы болатыны күмәнсіз. Құрметті оқушылар, қожаның бастан кешкен оқиғаларын қызықты кітаптан бірге оқуға шақырамыз.